Азан KZ ислам ағарту порталы ұсынады. Құран оқуға деген махаббат. Арман Қуанышбаев. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, бауырлар. Алла тағала басқан қадамдарыңызға сауаптан жазсын, сабырлық берсін, әйтеуір істеріңізге береке берсін. Бүгін осы отырысымызда Құран жайлы, Құранға деген махаббат жайлы, Құранды оқыған адамдар жайлы бір сөз қозғағымыз келіп отыр. Себебі мынау қажылыққа барып жүрген адамдар білетін шығар. Сол қажылық мекендеріне барсаңыздар, мешіттері тола Құраннан тұрады. Оны таласып оқып жатқан адамдарды көресіз. Біздің мешіттерде Құранды қойып қойсаңызда тұра береді. Шаң басқан күйінде тек қана сол мешіттің қарауылы айына бір рет шаңын сүртіп өтіп кетеді. Расында да жақында бір кісілер келіп осы Құран тарқатып жүрді Қазақстанда. 1 миллион Құран тарқатамыз деген алдымызға мақсат бар дейді. Сөйтіп біздің Қазақстанға келіп Құран тарқатып кетті. Қандай әдемі іс-шара, бірақ енді ол кісілерге айтамайсыз ғой. Сіздердің тарқатып әр мешітке беріп атқан Құрандарыңыз жақсы, бірақ оны оқитын адам жоқ деп айтайын десеңіз, бір түрлі болады. Мүлде адам жоқ деп айтсаңыз да енді жалған сөз болар. Әйтсе де халайық сол мешіттегі Құрандарды алып оқып атқан адамдарменен оқымайтын адамдарды салыстырсаңыз, теңізге тамған тамшы сияқты болады. Біз, бауырлар, мұсылманбыз дейміз. Ал мұсылман екенбіз, ең бірінші мұсылманды мұсылман қылған оның иманы болса, сол иманның ең төресі, ең алғашқы қадамы Аллаға иман болады. Аллаға иман болатын болса, онда ойлаңызшы. Алла тағала сізбенен бізге өзінің сөздерін жіберсе, оның ұлылығын, қадірін сізбенен біз түсінбей, шаң басқан сөрлерге тастап қойсақ, бұл қандай иман болғаны? Біздің қуатымыз, бауырлар, мұсылмандардың қуаты Құранда. Егер біз Құраннан ұзақтаған сайын, ұзақтасақ біз Құраннан, біз әлсірей береміз. Мынау Құранның ұлылығы жайлы сол үшін бір кішкентай болса да халыққа насихат айтуды жөн көрдік. Періштелерге бәріміз сенеміз. Періштелердің ең абзалдары кімдер? Ең үлкені, ең мықтысы кім? Жәбірейіл алейхиссалам. Неге? Өйткені Алланың сөзін жеткізді ол. Алланың сөзін тасушы, уахи жеткізуші періште. Яғни қарапайым тілде айтқанда Жәбірейілдің дәрежесін көтерген ол Құран. Сондай дәрежеге жеткізген ол Құран. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді пайғамбар болмақшы болған уақыттарда жәһилият дәуірінің ең соңғы тас қараңғылықтан жарық болып күн шығатын, таң ататын уақытқа таяған шақтар екен. Сол заманда бір палшылар, көріпкелдер, жындар арқылы халыққа болашағын жориды екен. Сол пайғамбарлық келер таңдары бүкіл палшылардың аузында бір ауыз сөз, бір-бірінен жұлып тарқап кетіпті. Аспанда бір нәрсе тұр. Аспанда бір нәрсе тұр. Ол е жақсылық, жамандық. Бірақ бір ауыртпашылық төбеде тұр деп айтады екен.
Сөйтсе жындар аспанға шығады екен. Дүние аспанына шығады. Шықса, періштелер дүние аспанының бір шетінде шоғырланып бір нәрсені қорғап тұр дейді да. Ары қарай өту мүмкін емес. Білу мүмкін емес. Бір нәрсені періштелер шоғырланып жиналып тұр. Жанына барсаң, от боп күйіп кетесің дейді. Сонда жындар бір-біріне жеткізіп, егелеріне айтыпты дейді. Аспанда бір нәрсе тұр. Білмеймін, бұл адам затқа келе жатқан қайыр ма? Жоқ. Ауыртпашылық, қиыншылық па? Алланың бір қасіреті ма? Жоқ, қасиеті ма? Білмейміз дейді екен. Халыққа осылай тарқады. Сөйтсе, ол Құран-ы Карим екен. Бұл Құран-ы Карим бірінші дүние аспанына келіп түсіп, содан 23 жыл бойы пайғамбарымызға келіп отырған. Рамазан айын бәріміз жақсы көреміз. Қасиетті ай дейміз. Неге? Алла тағала Құран-ы Каримде Рамазанды түсіндіргенде, Рамазан айы дегеніміз ол Құран түскен ай деп түсіндіреді. Шахрар Рамадан аллази унзила фихил Құран деп айтады. Қадір түнін жақсы көреміз. Сол түнді ұйықтамаған адам қадір түніне жетіп, Алла нәсіп ететін болса, бүкіл күнәсінен айығады. Бүкіл күнәсі жоқ болады. Аузынан қандай тілек шықса, жүрегінен қандай сезім шықса, бәрі қабыл болады. Не деген түн десеңші? Бірақ сол қадір түні несімен қасиетті білесіз ба? Құранымен қасиетті. Сол түні Құран түсті. Қадір түнінің ұлылығы сол Құранның ұлылығымен болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құран келгенде қалай келетін білесіз ба? Бір сахаба айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында отырған едім. Ол кісі демалып, аяғын созып отқаннан менің аяғымның үстіне қоя беріңіз дегесін, екі аяғын менің аяғымның үстіне қоятын. Сөйтіп демалып отқан кезімізде бұл кісіге уахи келді дейді. Құран аяттары келді. Сол кезде бұл кісінің қатты суық тер шығып, түрі өзгеріп, денесі ауырлады дейді. Ауыр болғаны сонша анау менің аяғымның үстінде тұрған аяқтарға бір бейне салмақ біткендей болды. Езіп кетті. Енді мен ойладым дейді. Менің аяғым сынатын шығар дедім. Соншалықты ауыр болған Құран. Алла тағала Құран-ы Каримде айтады. Егер біз бұл Құранды тауға түсіретін болсақ, тау парша-парша болып тітіліп кететін еді. Осылайша адам баласына мысалдар айтамыз. Қарасаңыз, Құран егер таудың үстіне түскенде еді, парша-парша болып кетеді екен. Түгі қалмай. Бауырлар, бұл сезімнің жанында біз қай жақтамыз айтыңызшы. Осы сезім бар ма сіздің жүрегіңізде, Құранға деген сезім? Құранның аяты оқылып тұрғанда сіздің жүрегіңізде діріл, қорқыныш бола ма? Ондай қорқыныш табылмайтын болса, иманыңызды қарастырыңыз. Сіз бенен біздің жүрегімізге әлі иман орнықпаған болады. Құранға деген, Алланың сөзіне деген құрмет
орнына қойылмаған болады. Алла тағала Құран оқыған адамдарды мақтайды. Пайғамбарымызда қанша ұлы сөздер айтты. Сол сөздерге бір мысал келтіріп кетейік солардан. Алла тағала Фатыр сүресінің 19-20 аяттарында айтады. Расында да Алланың кітабын тилауат ететіндер, намаз оқитындар, және өздеріне несібе етіп берілгеннен садақа беретіндер, жасырын және әшкере садақа беретіндер. Олар түгеп таусылмас, ұтылмайтын сауданы іздеген адамдар. Алла тағала олардың сауаптарын толық қылып береді, және сауаптарын толық алып болғаннан кейін өзі таманынан тағы да қосады. Міне, Алла тағала бүкіл күнәларды кешіруші, бүкіл шүкірлерді қабыл етуші дейді. Аятты ойланып көрейікші. 3 түрлі амал жасаған адамға үлкен керемет сый сияқы беріп тұр Алла тағала. Біріншісі соның Құран тилауат еткендер дейді. Құранды арабшасынан оқығандар, Құранды арабшасынан оқып, оны тилауат еткендер, намазын оқығандар, Алланың азды көпті бергенінен жасырын болсын, әшкере болсын, садақа бергендер. Оларға не істейді? Лиуаффияхум уджурахум. Олардың сауаптарын Алла тағала толық қылып береді дейді. Толтырып, еш жерін кемітпей береді. Алла тағала сол сауапты берсе де, көп адамның жүрегіне жетерлі болар еді. Соған мысал бар ғой өзі. Бір адам бір сауап амалдар жасайды. Соған Алла тағала мынау сенің несібең деп қиямет күні бұл кісіге сауаптардан нәсіп етеді екен. Сонда ол сауап амалдарды барлық жинағанынша толықтырып алғаннан кейін әлгі кісі айтады екен: «Я Аллахым, қуанғанынан, сен менің құлымсың, мен сенің Раббыңмын» дейді екен, шатастырғаннан. Ана қуанышынан да. Оны айтпақшы болғаны, мен сенің құлыңмын ғой, сен менің Раббымсың ғой демекші болғаны ғой. Сонда Алла тағала жасаған істеріне берген сауаптарынан жәннаттағы ең кедей адамның өзі Аллаға қарап айтады екен: «Я Аллахым, рұқсат берсең, мына жәннаттағы бүкіл халықты шақырып қонақ етейінші, осы жәннаттағы ең байы менмін ғой» дейді екен. Болмаса ең кедейі сол екен. Бірақ анау сауапқа қанағаттанып, жүрегіне тасығаны сонша, жүрегіне сыймай кетеді ондай байлық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір кісіні шақырып алып, бір сахабаға айтыпты: «Егер саған жер бетінің бүкіл дүниесін жинап беретін болса, соған риза боласың ба?» дейді. Сөйтсе, әлгі сахаба ойланып тұрып, жоқ депті. Сонда пайғамбарымыз жымиып күліп: «Егер риза боламын дегеніңде, мен сені жалғаншы деп айтатын едім» деген екен. Иә, адам баласына жер бетінің бүкіл байлығын бір адамға бересе саңыз да, ол тоймайды. Тоймайды. Бірақ жәннаттағы ең кедейдің байлығы қанша десеңші? Сахих Муслимде айтады: жер бетінің, бүкіл жер бетінің байлығынан 5 есе үлкен болады дейді. Бүкіл жер бетінің дегенде
жердің астының қазба байлықтары, оның астында тығылып жатқан бүкіл маржандар, қазыналар, тау, тас, бүкіл барлығы сол байлықтың барлығынан 5 есе дейді. Ең кедей адам. Ал бір хадисінде 10 есе деп айтады. Сонда сол сауапты алдау алып болғаннан кейін Алла тағала ризасын ба дейді екен. Иә десе, Алла айтады екен. Онда міне тағы да қосымша деп өзі таманынан үстіне тағы қосып береді дейді. Енді ойласаңызшы, ақыл да жетпей қалады ғой, айтуға сөз де жетпей қалады. Анау дүниенің үстіне не қосып беруі мүмкін дейсіз ғой. Себебі жәннаттың байлығының сипатын айтқан кезде пайғамбарымыз, ол жәннатта көз көрмеген, құлақ есітпеген, тіпті адамның көкейіне келмеген нәрселер бар дейді. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде айтылады, бір хадисінде. Жәннатқа соңғы кірген адам, жәннатқа кіргеннен кейін Алла тағала айтады екен. Мына жәннаттың несібесі сондай болады. Бұл жердің тәртібі сондай, сен сұрайсың, мен берем дейді екен. Жәннаттың тәртібі солай дейді екен. Сондықтан сұрай бер дейді. Әлгі адам сұрай береді екен. Сұрайды, ақыры сұрағаны таусылады дейді. Еш нәрсесі қалмайды. Сонан соң Алла тағала айтады екен. Сенің ұмытқандарыңда бар ғой деп есіне түсіреді дейді. Дүниеде анандай Мерседес машина сатып алам дедің ғой. Иә. Анандай 4 қабатты үйде тұрам дебен ғой. Иә, ол да бар. Есіне түсіре береді екен. Мынау ше, анау ше, мынадай әдемі киім кием дебен ғой. Иә. Бүкіл барлығын есіне түсіріп болған соң ол да таусылады екен. Сосын Алла тағала айтады дейді. Жәннатта мынадай деген зат бар, соны алсай дейді екен. Мынау деген зат бар, оны да ал сен. Оның атын біз білмейміз, бауырлар. Көзіміз көрмеген, құлағымыз естімеген, көкейімізге келмеген ол нәрсе. Алла тағала оған жәннаттың біз білмейтін заттарын айтады екен. Мынау затты ал, сұрап ал менен, сұрасай. Мынау затты да сұра, мынаны да сұра деп. Сонан соң барып, ризасың ба дейді екен ғой. Бұл жәннат ең төменгісі осы болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Құран жаттаған адам жәннатқа кіргеннен соң оқы дейді екен. Дүниеде жаттаған нәрсеңнің бәрін оқы, әрбір аяты сайын саған дәреже дейді екен. Әрбір аят сайын. Альхамдулиллахи раббил аламин бір дәреже. Ар-Рахманир-Рахим екіншісіне көтерілдіңіз. Осылайша кете бересіз. Дүниеде қалай оқыдың, солай оқи бер дейді екен. Құранның бүкілін жаттаған адамның дәрежесі қандай болады десеңші. Пайғамбарымыз айтады. Одан биік еш нәрсе болмайды дейді. Әлбетте Алла биік қой бәрінен. Бірақ жәннатта әлгі адамнан биік тұратын басқа адам болмайды екен. Құран жаттаған адамнан басқа. Өйткені бүкіл дәреженің бәрін сол алады ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Кімде-кім Бақара сүресін және Али Имран сүресін жаттап алатын болса, қиямет қайымда, мақшарда жұрттың барлығының төбесінен күн түсіп, терге малынып, тілдері салбырап тұрғанда,
Алла тағала ол кісінің төбесіне 2 бұлыт беріп қояды дейді. Бақара сүресі менен Әли Имран сүресін жаттап алған адам. Оны қанша уақытта жаттайсыз? Енді егер мұғалім сәнін бітіріп бір жарты парадай жеткізіп алып Құранның тіліңіз келіп қалған адам болсаңыз, бір жаздың отпускісінде жаттап алуға болады. 3 айда. 3 айда сіз жәннатта төбеңізде тұратын 2 бұлтты табасыз. 2 бұлт сіздікі болады. Құран-ы Кәрімде сол үшін айтады. Лиуаффияхум уджурахум. Олардың сауаптарын толықтырып береді. Уаязидахум мин фадли. Және Алла тағала беріп болған соң, мынау менен деп тағы да қосады дейді. Сахих Муслимде айтады. Сахих Муслимде айтады. Сен ризасың ба дейді екен жәннатқа кірген адамнан, бүкіл сауабын алғаннан кейін. Иә дейді. Онда саған сол қолыңдағы мүлкіңдей саған 5 есе болсын дейді екен. Менен. Бір дүкенге кірсеңіз акция болып жатыр дейік. Сіз пәлен тауар алсаңыз сізге бір нәрсе қосып береді. Немесе қалағаныңыз бір тауарды тағы бір тегін аласыз дейік. Бірақ ойлаңызшы, жер бетінде сондай дүкен бар ма, сіздің алғаныңыздан артық қылып беретін? Сіз мысалы дейік 10 мың теңгеге тауар алсаңыз, сізге 11 мың теңгелік тауар үстінен беретін дүкен бар ма жер бетінде? 10 мыңның өзін беретінше? Ол да жоқ қой. 1%, 2%, 10%. Дұрыс па? Одан аспайды. Ал Алла тағала сіздің алғаныңыздан 5 есе береді. 5 есе деген сөз түсінесіз ба? 5 есе не деген сыйлық, не деген жомарттық деңіз. Бұл кімге? Бұл Құран оқыған адамға. Құранды тилауат қылған адамға. Осынша нәрселер береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Құран оқыңдар. Оның әрбір әріпіне 10 есе сауап беріледі дейді. Әрбір әріпіне сауап. Ойласаңызшы. Бір ғалымнан сұрайды ғой шәкірті. Ұстаз, мен Құран жаттаймын, бірақ есімнен шығып кете береді. Жаттаймын, есімнен шығып кете береді. Бұның хикметі неде? Бір жаман нәрсе жаттап алсам, есімнен кетпейді. Ал Құран деген бұл сондай қасиетті нәрсе, неге есімнен кете береді десе, ұстаз айтыпты. Әрбір әріпіне сауап аласың ғой, дұрыс па? Иә, Алла тағаланың кеңдігі ғой. Сен қайта-қайта сол Құранды оқи берсін дегені ғой депті. Сен оқи берсең, ол есіңнен шыға берсе, сен қайта-қайта оқи берсең депті. Өйткені Алла тағала Құранда айтады. Ей халайық, сендер жақсы менен жаманды ажырата алмайсыңдар. Сендер жақсы деген нәрсе жаман болуы мүмкін. Сендер жаман деген нәрсе жақсы болуы мүмкін. Сендер білмейсіңдер, Алла білуші дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында Рабиат ибн Кааб деген бір сахаба болды. Пайғамбарымыз біздің ауылға келген кезінде мен 6-да немесе 7-демін дейді. Сол жігіт айтады. Сол жігіттің бір кішкентай уақиғасы. Кішкентай баламын, әкем жоқ, анам бар дейді. Үйде тиын табу қиын. Біз бірақ ауылымыз Мадинаға қарай жолдың жағасында еді дейді. Халық ары бері қатынайды. Бір құдығымыз бар жолдың жағасында.
сол құдықтың жағасына барып тұратын едім дейді. Күніге таңертең барып тұрады. Сол жерде сапар шеккендер тоқтаса, бұл сол құдықтан суын тасып береді. Су шелегін алып жатса, анау мынаусын ұстап тұрады. Аты кетіп бара жатса, соны атының тізгінін ұстап тұрады, түйесінің тізгінін ұстап, сөйтіп жәрдем береді. Сол кетіп бара жатқандар біреу бір құрма тастап кетеді, біреу жарты нан тастап кетеді, біреу тіпті бай жағдайы барлар, әл-ауқаты барлар бір тиын-тебен тастап кетеді. Сөйтіп кешке шейін жиған тергенімді апарып анам екеуміз жейміз дейді. Осылайша жүрдім. Бір кездер болды, бұл бір Алланың маған берген нығметі ғой. Сахабалар Мадинаға хижрат қылды дейді. Сол жерге бүкіл сахаба келіп тоқтап су ішіп кететін, демалып кететін. Сол отырғандарға мен су тасып берем, олар маған дін үйрететін дейді. Солардан жаттаған кішкентай Құран жаттай бастадым дейді, өткен кеткеннен. Біреуінен бір Құран сұрап оқып естіп алам, ол кетіп қалады. Екінші біреуін күтем дейді. Бәрібір келеді ғой дейді біреуі. Сол біреу келген кезде тоқтай тұр. Мынадай сүрені білесің ба? Мынандай аятты білесің ба? Деп соның жалғасын сұрап алам дейді. Осылайша сол құдықтың басында жүріп біраз нәрсе жаттап тастаппын дейді. Арабтарда сондай пікір болды. Мынау Меккеде бір жігіт пайғамбармын деп шықты, не дейсіңдер деді дейді, ақсақалдар жиналып біздің ауылда. Сонда бір ақсақал тұрып, халайық, бұл жігітті өз қауымына қойыңдар. Егер сол қауымының үстінен жеңіп шықса, бұл нағыз пайғамбар, біз алдына барамыз. Жеңіліп қалса, бұл пайғамбар емес деді дейді. Сонымен күтіп отырдық дейді, не болатынын. Не Құрайш жеңеді, не Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям жеңеді. Екеуінің біреуі деп күтіп отырдық. Күткеніміздей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинаға қоныс тепті. Біраз уақыт болып, ақыры Меккенің фатхы басталды. Мекке фатхынан сәл бұрын Худайбияға келісім шарт ұйымдастырады ғой. Сол келісім шарттан кейін арабтар жиналып, лек-легімен пайғамбарымызға иман келтіруге келе бастады. Менің әкем де біздің ауылдың ақсақалдарымен барып, имандарын айтып, ислам дінін қабылдады. Содан пайғамбарымыздың өзі біздің ауылымызға келіп, намаз үйретті дейді. Бұлай намаз оқисыңдар, азан айтасыңдар біреуің тұрып. Сол азан айтып болған соң қамат сүргесін біреуің имам боласыңдар. Ал біліңіздер, имам болу үшін сіздердің ең жарамдыларыңыз Құранды көп жаттағандарыңыз. Қайсыларыңыз Құранды көп жаттадыңыздар деп сұрады дейді. Сонда мен 6-дамын немесе 7-демін дейді. Менен асып жаттаған біреу де шықпады дейді. Содан мен имам болдым сол ауылға дейді. Бірақ кедейлігімнің соншалығы, бұтыма үстіме киетін киімімнің аздығынан үстімде бір ғана тіземе жетер-жетпес көйлек бар еді дейді. Бұтыма киетін еш нәрсе де жоқ дейді. Бірақ мен имам болам дейді. Намаз оқимын. Бір күні намаз оқып тұрсам, жел соғып бұтымды ашып тастады дейді. Енді 6 жасар, 7 жасар бала ғой. Сонда артта тұрған бір әйел кісі тұрып айтты дейді. Ей халайық, мынау біздің имам ғой. Бұл кісінің бүйтіп тұрғаны дұрыс емес. Бір нәрсе жасаңдар дегесін. Сол елдің азаматтары жиналып ортадан ақша шығарып, маған көйлек алып берді дейді. Өмірдегі ең бірінші киген көйлегім, ең қымбат көйлегім осы еді дейді. Құранның арқасында сол. Құранды жаттаған адамның пейнетінің арқасы, қараңызшы. Құран сол бір 6 жасар жетім баланы
үстінде дымы жоқ, киерге киімі сәл ғана үстінің ауратын жабатын, еңкейсе бүкіл бәрі ашылатын, бар жоғы сол жағдайы бар адам Құран жаттап еді, қандай болды? Құранның дәрежесі сол болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соғыста өлген жігіттерді жерлеп жатқан кезінде сұрайды екен, қайсысы, мынау екі-үшеуден жерлейді ғой, қайсысы көбірек жаттаған дейді екен. Мынау десе соны бірінші қояды екен қабырға. Соны бірінші қояды, сонан соң қалғандарын қояды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі қандай сыйлаған. Тіпті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейбір адамдардан маған Құран оқып берші деп сұрайтын. Сонда бір сахаба айтады. Бір күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп маған, ей пәленше, маған Құран оқышы дедім. Сонда мен айттым, я Расулалла, Құран сізге түседі де, оны біз оқимыз ба сізге деп таң қалдым дейді. Яғни сізден артық біле алмаймын ғой, мен не оқимын сіздің алдыңызда деп. Сөйтсем, мен өзгеден естігенді ұнатамын, оқы деп айттым. Содан оқи бастадым. Бір аяттарға келгенімде болды деп айтты. Басымды көтерсем, пайғамбардың сақалы жасқа толып тұр дейді. Бұл бауырлар Құран туралы айтылған сөздер еді. Осы Құранның жанында сіз қай жақтасыз, айтыңызшы. Бір жігіт айтады. Мадинаға, Меккеге адамдар асығады қажылыққа баруға. Мен де сөйтіп асықтым дейді. Ақша жинап бардым достарыммен. Жұрттың барлығы Кабаның жанына келді. Зоны тауаф етіп жүр. Мен де тауаф еттім. Енді намаз уақыты ұзақ отыруымыз керек сол жерде дейді. Сөйтсем жанындағы жігіттер жалма-жан тұра салды да бір-бір Құраннан алып оқи кетті дейді. Арасында мен аспандағы люстраны санап отқан мен болдым дейді. Құр отырмын дейді, аспанға қарап, ана люстраның қанша шамы бар екен, 1, 2, 3, 5 деп отырдым дейді. Жан жағыма қараймын, аналар енді бір кірісіп оқып кеткен, іштей қызғаныш пайда болды дейді. Сонда мен оқи алмайын ба сонда? Содан үйге келгеннен бастап бір Құран үйрететін адам тауып алып үйрендім дейді. Сөйтсем, Алланың кітабын ашып алып, арабшасынан оқып отыру бір қандай рахат екен ғой. Соны білмей жүр екенмін дейді. Бір жігіт айтады, бір араб жігіт айтады. Ағылшынға оқуға бардым. Сол жақта оқып жүріп бір адаммен достастым, жолдас болдым. Ол ағылшын жігіт еді. Екеуміз ағылшынша сөйлесеміз. Бір күні сол Құранның ұлылығын өзім көзіммен көргім келді дейді. Сөйтіп әлгі сыйласқан адамыма айттым дейді. Мен саған бір арабша 2 сөйлем айтам. Екеуінің арасын бөліп айтам. Сен соған баға бер дедім дейді. Қалай естіледі екен саған? Жарайды. Сөйтіп арабтың шайырының өлеңін оқып бердім дейді, біріншісінде дейді. Әдемілеп оқып бердім дейді. Мәнерлеп. Сонан соң мынау біріншісі дедім дейді. Қалай десем, тамаша деді дейді. Енді әдемі естіледі, түсінбесем де бір керемет екен енді тілдерің деді. Соң Құран оқып бердім дейді. Сосын сұрадым дейді. Мынау екеуінің арасы қанша дедім дейді. Сөйтсем әлгі жігіт айтады дейді. Екінші оқығаным адамның сөз емес сияқты деп айтады. Теңеу ғой дейді да ол. Бұны бір керемет адам жазды ғой, не жазса да. Өзгеше бір менің жүрегімде бір орын қалдыр деп айтады дейді. Бір өзгешелік бар дейді.
анау алғашқың әдемі енді. Бірақ мынау кейінгі айтқан сөздерің, білмеймін, оны түсініп тұрған жоқпын, бірақ біртүрлі жүрегім елжіреп, біртүрлі болдым деп айтады. Өйткені бауырлар, әрбір адам баласының түбі пәктік. Түбінде біз бауырлар Раббыларын емеспін ба деген кезде адам атаның белінен алып, бүкіл барлығымыз, иә, сен біздің Раббымызсың деп жауап бергенбіз ғой. Түбімізде имандылық бар ғой бауырлар, түбімізде. Ол қандай қатпар басқа бір нәрсемен жабық тұрса да, сол имандылық жүректің түбінде жатыр ғой. Раббысының сөзін жүректегі жан естіп тұр ғой, оны түсініп тұр ғой, біз түсінбесек де. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады сол үшін: «Хайрукум ман таалламал Құр'ана ва аллама». Сіздердің іштеріңізде ең абзалдарыңыз ол Құранды үйреніп, оны үйреткендеріңіз дейді. Bir сөздерінде айтады: «Инна Аллаха та'ала ярфау бихадал китаби акваман ва ядау бихи ахарин». Алла тағала осы Құран менен кейбір қауымдарды көтеріп, кейбіреулерін түсіреді дәрежесін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Иқраул Құр'ан», Құран оқыңдар. «Фа инна Аллаха та'ала ла ю'аззибу қалбан ва ал Құр'ана ва инна хадал Құр'ан мa'дубатуллах». Алла тағала Құранды ұғынған жүректі азаптамайды. Құранды ұғынып көкейіне түйген жүректі азаптамайды. Ал мынау Құран, бұл Алланың жайған дастарханы. Фәмән дақала фих, кімде-кім бұл дастарханға келсе, фәхуа әмин, бұл аман болады барлық нәрседен. Уәмән ахамбал Құр'ана фәлюбашшир. Ал кім Құранды сүйетін болса, онда ол қуанып қошқабар айта берсін дейді. Ол адам қуана берсін дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір сөзінде айтады: «Яқулу Раббу субханаху ва та'ала». Алла тағала, ұлы Раббымыз былай дейді: «Мән шағалахул Құр'ану ва зикри ан мас'алати». Менің сұрауымнан, яғни мынау дүниенің істерінен, Құран менен менің зікірім бір адамды тоқтатып тосатын болса, «А'тайтуху афдала ма у'тия саилин». Оның сұрағанынан да абзал нәрсе беремін мен оған. «Ва фадлу каламуллахи субханаху ва та'ала аля саирил калами кафадлиллахи та'ала аля халқи». Алла тағаланың сөзінің ұлылығы, Құранның ұлылығы, Алланың өзгелерден ұлылығындай болады дейді. Бұл Хасан хадис, Тирмизиде риуаят етілген. Яғни, кімде-кім Құран оқимын деп бір жұмысынан қалып кетсе, Алланың зікірін жасаймын деп бір ісінен қалып кететін болса, білсін, Алла тағала оған ол күткеннен де ұлы нәрсе береді. Оның сұрағанынан да артық нәрсе береді бауырлар. Өйткені бұл Алланың сөзін оқу менен айналысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Құранды ауыр тілі келмей оқып атқан адамға 2 есе сауап дейді. Тілі келмей, қиналса да Құранды оқып жатқан адамға 2 есе сауап.
Біріншісі Құранды оқығаны үшін, екіншісі маңдайынан шыққан пейнет тері үшін дейді. Аллаға деген махаббаты ғой өйткені. Өйткені Алла тағала айтады, кім маған қарай жүрсе, мен оған жүгіремін дейді. Сіз Алланың сөзін оқимын деп қысылып, уақытыңызды бөліп, бір мұғалімнің алдына мүмкін қаражат жұмсап, мүмкін басқалай уақыт жұмсап, алдына келіп, тіліңіз кеместен бірнеше сағаттарыңызды жоғалтсаңыз, біліңіз, сол сағаттар жәннатта сіз үшін ең қымбат сағаттар болады. Қиямет күні ең ұлы сағаттар болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, бір түн құлшылық еткеннен көрі бір сағат білім алған абзал дейді. Сіз бір түн тоқтамай намаз оқыңыз, немесе ұстаздың алдында отырып, бір сағат Құран үйреніңіз. Бір түн намазыңыздан абзал болады. Бауырлар, пайғамбарымыз қалдырып кеткен өнеге бар. Тал бесіктен ат бесікке дейін білім үйрен дейді. Ат бесік деп құлыптасты айтады, қабірдің басына қойылатын. Өйткені ол жерде атыңыз жазылады да. Бесікке атыңыз жазылмайды ғой, дұрыс па? Ол тал бесік. Бірақ жердің бесігі бар, ол жерге атыңыз жазылады. Сол екі бесіктің арасында білім үйрен дейді. Бір күні Абдулла ибн Аббас туралы айтайықшы. Бәріміз білеміз, Сол жігіт айтады. Бір досым бар еді дейді. Екеуміз бала кезден тай құлындай өстік. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрген менен пайғамбардың жанында көп жүре алмадым, майда бала едім дейді. Кішкентай бала болдым. Пайғамбарымыздың жанында басқа сахабалар сияқты хадистерін естіп, оған сұрақтар қойып, оны менен сұхбаттас болып, оны менен тіпті бір иықтас болып соғыс көрген емеспін. Пайғамбарымыз көз жұмды. Содан басым салбырап өкініп отырсам, жанындағы досым айтады, не болды десе, мен айттым дейді досыма. Досым, қарашы, біз кеш туылып қалыппыз. Ұлы пайғамбардың жанында көп сұхбаттаса алмадым. Бұл кісінің білімін алып қала алмадым. Соған өкініп отырмын. Енді жүр, ұлы сахабалардың үйлеріне барып, солардан білім үйренейік. Солардан бүкіл пайғамбардың айтқан сөздерін алайық десем, әлгі досым күлді дейді. Ей Абдулла, сен анау үлкен шоқ жұлдыздар тұрғанда солардың жанына қатарына тұрам деп ойлайсың ба? Не деген ұлы ғалымдар тұр ғой? Зайд ибн Сабит сияқты, Али ибн Аби Талиб сияқты, Омар, Әбу Бәкір, бұлардың жанында сен кімсің? Жас баласың ғой сен. Не қыласың? Одан гөрі жүр базарға, тіршілік етейік деді. Сонан мен айттым дейді, онда сен сол базарыңа бара бер. Мен басқаларға кеттім деп, екеуміз жол айырылыстық дейді. Адамдардың үйлеріне барып, білім үйренетінмін, іздейтінмін. Бір кісі бір хадис айтқан болса, сол кісінің үйін іздеп барып тұрамын, сұраймын, пәленше қайда десем, ұйықтап жатыр деп айтты дейді. Оятсам, дұрыс емес болар. Бірақ есігінің алдынан кетіп қалсам, тағы да ұстай алмай қалармын деп, есігінің алдында табалдырғында отырып, ұйықтап қалыппын дейді. Күннің астында шыжып, ұшқан шаң бетімнің бәрін басып кеткен, топыраққа аунап ұйықтап жатырмын. Бір адам оятады дейді, сөйтсем сол үйдің егесі дейді.
пайғамбарымыздың ағасының баласы, сен бұл жерде неге жатсың? Кірмейсің ба үйге? Оятпайсың ба мені дедім дейді. Жоқ, мен сізден білім алуға келдім. Сіздің көңіліңіз қош болуын күттім деген екен. Иә, осылайша өзінің ұстаздарына құрметтікпен, ізетпенен білім алды бұл кісі. Күндер өтті, жылдар өтті. Сонда оның досы айтып береді. Бір күндері болды, мен базарда ең әжептәуір саудагердің бірімін. Досыма келдім дейді іздеп, аты шығып жатқан соң. Үйінің алдына келсем, үйіне кіріп болмайды, адам тола дейді. Тола халық тұр дейді. Мен бұл кісіде жеке сауалым бар, бұл кісінің жақын досымын мен деп үйіне кірдім дейді. Кірсем, бұл кісінің халі бұлай екен дейді. Бұл кісінің халі бұлай екен. Бір қызметшісіне айтады дейді. Ей халайық, қызметшісі кеп айтады екен, шақыр дегесін. Халайық, кімде-кімнің Құран жайлы, оның тәфсірі жайлы, оның оқылуы жайлы, оның мағыналары, оның жанындағы басқа мәселелер жайлы сұрайтындарыңыз болса, келіңіздер дейді екен. Топырлап адам кірет үйіне дейді. Жамырап сауал қояды, жауап береді. Сосын кешіріңіздер бауырлар, мынау күннің астында тұрған бауырларыңызға да рахым қылыңыздар, сол кісілерге де жол беріңіздер деп үйінен шығарып жіберіп, екінші тұрып қызметшісі тағы айтады дейді, халайық, кімде-кім пайғамбарымыздың сөздерінде, істерінде сауалы болса, хадисте, пайғамбардың сүннетінде бір қандайда бір мәселелерінде сауалдары болса, кіріңіздер дейді екен. Осылайша мәселелерді бөліп кіргізетін, жанымда тұрып аналардың айтқанын естіп, жанымдағы досыма қарап тұрып, көкейіме бір сөз келді. Егер Құрайш қауымы біздің Құрайштың маңдайына біткен бір ғалым осы басқа туылмады десе, қияметке шейін жететіндей ғалым осы болатын шығар деп айттым дейді. Яғни Құрайшта басқа ғалым туылмай-ақ қойсын дейді да. Осы бір өзінің атағы жетеді екен дейді. Себебі сол кірген дүйім жұрттың біреуіне де мен білмеймін, ойланып көреші деп тоқтаған емес дейді. Не деген теңіз білім, е? Өйткені бұл білімді іздеген адам. Бауырлар, мен жаспын, менің жағдайым жоқ, менің жасым келді, тілім келмейді, басым жетпейді деп сылтау айтпаңыз. Алланың сөзі бұл. Әрбір қиналып, тіліңіз келмей, бұралып жатқан сайын сіз сауап аласыз. Ұстаздың алдында отырған әрбір минутыңыз сайын сауап аласыз. Сол ұстаздан тәлім алайшы деп әрбір басқан қадамыңыз сайын сауап аласыз. Күнәңіз төгіліп түседі. Пайғамбарымыз айтады, білім талап етіп, жүріп, жол жүрген адамға дейді, бүкіл періштелер, жер бетіндегі бүкіл жануарлар менен бүкіл судағы балықтың санын білесіз ба? Жануарларды адамдар санауы мүмкін, рас қой, пәлен бас піл қалды. Мысалы, біздің қазақтың даласында осы жобалас, қазір қарақұйрық бар, ақбөкен бар деп санай аламыз, жобалас та. Тіпті Қазақстандағы бүкіл қойдың да санын біле аламыз, жобалас. Жылқының да санын біле аламыз. Бірақ судың ішіндегі балықтың санын ешкім біле алмайды. Пайғамбарымыз айтады, сол судағы бүкіл балық ол кісінің тілеуін тілеп тұрады дейді. Әрбір басқан қадамыңыз сайын періштелер табаныңызға жабысып, менің қанатымның үстімен жүрсін,
менің қанатымның үстімен жүрсін деп табаныңызға қанатын төсейді дейді. Құран үйреніңіздер. Құранды арабшасынан үйреніп, оны ойланып, мағынасына жетіңіздер. Мешітке келіп отырасыз, жақсы нәрсе. Қолыңызға Алланың ұлы кітабын алып, сол кітаппенен сұхбаттас болсаңызшы. Одан ұлы орын Алланың құзырында сауап жоқ шығар. Алланың сөзін оқу деген үлкен ғанибет қой. Бауырлар, ұзын сөздің тобықтай түйіні Құран. Бұл Алланың қасиетті ең ұлы сөздері, Алланың сипаты. Өзі қалағандай қылып айтты, өзі қалағандай қылып бізге жеткізді, өзі қорғайды. Бізге дейін жетіп келген мынау Құран-ы Кәримнің бір әріпі де өзгерместен жеткен Алланың сөздері. Оған иман келтіру мұсылманның парызы болса, оны әрбір мұсылман оқуы керек болады. Пайғамбарымыз сол үшін айтады. Құран оқитын мұсылман адам утруджа сияқты болады. Лимон өсімдігі, лимон шөбі деген шөп бар. Мынау мелиса сияқты. Мелисаны білесіздер ме? Иісін білесіздер ме? Аздап лимонның иісі аңқиды. Керемет иіс. Сол утруджа сияқты болады. Дәмі де тәтті, иісі де мұрныңды жарады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөздерінде айтады. Құранды білмейтін мұсылман үйін тастап, егесі тастап кеткен бұзылған үй сияқты дейді. Құран оқыңыздар, оны үйреніңіздер. Құранға деген әдеп, Құранға деген құрмет болсын, бауырлар. Бұл Алланың сөзі. Құранды жамбастап жатып та оқуға болады, отырып та оқуға болады, тұрып та оқуға болады, көліктің үстінде де оқуға болады. Бірақ жүрегіңізде деген құрмет болу керек. Құранды мазақтауға болмайды. Бір адам қате оқып атса Құранды, анау пәленше мынадай ғып оқыды деп соны мазақтағандай ғып тіліңізді бұруға болмайды. Бұл Алланың сөздері. Құран оқудың бірнеше әдеттері бар. Соларды қысқа тоқталып өтіп кетейік. Біріншіден, Құран оқу үшін мисуак пайдаланыңыз. Өйткені сіз Алланың сөзін айтайын деп отырсыз. Тіліңіз, тісіңіз таза болғаны абзал. Құбылаға қарап отырыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда заиф болса да бір хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Хайрул мәжлиси мастуқбила бихил қибла. Мәжлістердің төресі қыблаға қарап отырған мәжліс дейді. Отырыстардың ішіндегі ең жақсы отыру қыблаға қарап отырған отыру дейді. Мысалы, мынау сіздердің қыблаға қарап отырған отырыстарыңыз. Осылайша Құранға да оқығанда қыблаға қарап отырыңыз. Дәретіңіз болсын лажы барынша. Ғұсылыңыз міндетті болу керек болуы. Дәретіңіз болуы қатты міндет емес, бірақ дәрет алыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрдайым дәретпен жүрген. Және пайғамбарымыздың сөзі бар: мұсылман адам дәретсіз болмайды деген сөзі бар. Яғни, мұмин адам дәретсіз болмайды деген сөзі бар. Сондықтан дәретіңіз бұзылса, қайта дәретіңізді жаңартып отырыңыз. Сонан соң, Құран бастардан бұрын аузуды айту уәжіп болады, бисмилләні айту сүннет болады. Құран аяттарын ақырындап оқыған дұрыс болады. Оны естіп, ойлану әрбір адамға міндет болады. Құранға деген құрмет сол. Құранның Кәримде айтады: егер сіздерге Құран оқылатын болса, сүкіт сақтап, яғни тыныштық сақтап, үндемей тұрыңыздар деген Алланың бұйрығы бар.
Сондықтан бабаларымыз Құран оқылып атқанда отыр, тоқта, сол жерде тоқтай сал деп айтатыны содан. Ұзын сөзді осылайша аяқтай келе бауырлар, айтқым келген мәселе осы еді. Сіздің біздің тілімізден Құран, жүрегімізден Алланың сөзі ұзақтап бара жатқан сияқты бауырлар. Құранды арабшасынан оқып үйреніңіздер. Үйде оқыңыздар, түзде, жұмыста, отырған жерде, тұрған жерде Құранды оқыңыз. Оның аудармаларын, оның тәфсірлерін көкейіңізге енгізіңіз. Сол Құранменен бірге өмір сүріңіз. Өйткені біліңіз, Алланың сөзінің жанында жүрген сайын, соның қызметінде болған сайын сіз ұлылық табасыз. Бір кісі айтқандай, Құранды үйретуші бол, соны үйренуші бол, немесе тыңдаушы бол, бірақ төртіншісі болма деген сөз бар. Бұл пайғамбарымыздан деп айтады кейбіреулер, біреулер бұны зайыф хадис, тіпті жалған хадис дегенде сөздер бар. Бауырлар, Құран тіліңізден, жүрегіңізден кетпегей. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.